Бізде келесі сабақ табиғи қышқылдар мен негіздер. Бірінші табиғи қышқылдарға тоқталып өтейік. Біз жалпы күнделікті тұрмыста қышқыл заттарды жиі кездестіреміз. Қышқылдар тамақ өнімдерінде, дәрі-дәрмектердің құрамында кездеседі. Мысал ретінде аспирин, яғни бұл аспириннің құрамында ацетилсалицил қышқылы кездеседі, және сірке қышқылын, лимон, апельсин, грейпфрут сияқты цитрус жемістерінің шырында кездесетін лимон қышқылын алуға болады. Денемізді құмырсқа, ара шаққанда, қалақай шөбін ұстағанда аздап күйдіретін құмырсқа қышқылы да осы бізде табиғи қышқылдар тобына жатады. Шарап қышқылы табиғатта бірқатар өсімдіктер құрамында жүзім мен бананда кездеседі. Шарап қышқылын тамақ өнеркәсібінде қышқыл дәм бергіш әрі антитотықтырғыш қоспа ретінде қолданады. Мына суреттерде бізде көрсетілген табиғи қышқылдардың түрлері. Сүт қышқылы айран, қымыз, қаймақ сияқты сүт өнімдері құрамында болады. Қышқылдың тағы бір түрі сірке қышқылы тамақ өнеркәсібінде жиі қолданылады. Яғни уксус бұл бізде газды сусындардың құрамында көміршіл газы да сусынға осы қышқылдық қасиетін беріп тұрады. Енді келесі бұл бізде табиғи негіздер. Қышқылдарға қарама-қарсы қасиет көрсететін заттар, бұлар бізде негіздер деп аталады. Табиғатта кең тараған негіздерге аминдер жатады. Аминдік заттарды қышқылдарды қолдану арқылы өсімдіктерден оңай бөліп алуға болады. Табиғи аминдер, алкалоидтер, морфин, никотин, кадеин тағы басқа деп те аталады. Қазіргі уақытта ғылымда 5000-ға жуық биологиялық белсенді алкалоид түрлері белгілі. Денеміздегі адреналин, серотонин, дофамин сияқты гормондар да осы амин қосылыстарына жатады. Көптеген аминдер, алкалоидтар улы келеді, бірақ олар медицинада анестетикалық заттар морфин, кадеин ретінде қолданылады. Көп негіздердің дәмі бізде ащы болып келеді. Енді келесі индикаторлар. Индикаторлар дегеніміз бұл ерітіндінің қышқылдық немесе негіздік ортасында түсін өзгертетін химиялық заттарды индикаторлар деп атаймыз. Индикаторлардың түрлері көп. Оларды өсімдіктерден, ағаш қабығынан, көкөніс немесе жемістерден де жасауға болады. Кең тараған индикаторларға бізде лакмус, метилоранж, фенофталин, әмбебап индикатор жатады. Әмбебап индикатор бұл бірнеше индикаторлардың қоспасы. Астыңғы суреттерде бізде фенофталин, метилоранж және әмбебап индикатор қағазы көрсетілген. Мына кестеде бізде әртүрлі ортадағы индикаторлардың түстері көрсетілген. Асықпай видеоны тоқтатып қарап алсаңыздар болады. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.